Барлық мұсылманның алаңдауы тиіс сұрақтар. Видео бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуыңды ұмытпа. Сол арқылы менің шабытым ашылып, тағы да видео түсіргім келе береді. Көбісі мен каналға тіркелмей қарайды. Сол үшін каналға тіркеліп кет. Алла разы болсын. Пенде болғасын дүниені көп ойлап тұрамыз. Ақыретті ойлау нәпсімізге қиын. Бірінші сұрақ. Мұсылман болып жан тапсырамын ба? Әлде кәпір болып жан тапсырамын ба? Екінші сұрақ. Қабірім жұмақ бақшасының бірі бола ма? Тозақ шұңқырының бірі бола ма? Үшіншісі. Мүнкар мен накир періштелердің сұрақтарына жауап бере аламын ба? Төртінші сұрақ. Қабірден тұрғанымда жүзім ақ болып тұра ма? Жоқ, қарайып кете ме? Бесінші сұрақ. Қыл көпірден пыраққа мініп өтем бе? Жоқ, сүйретіліп қалам ба? Алтыншысы. Амал дәптерім оңымнан беріле ме? Әлде солымнан беріле ме? Жетіншісі. Өмірімнің есебін бере аламын ба? Бере алмаймын ба? Сегізіншісі. Жұмаққа барамын ба? Тозаққа барамын ба? Иә, анығында бұл жайттарға мұсылмандардың баршасы алаңдауы тиіс. Өкініштісі, біз сондай жайбарақатпыз. Сол үшін осы дүниемізде және ақыретімізде ойлауымыз тиіс. 50-50%. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп кет.